Саламатсыздар ма, оқушылар? Ана тілінің 84-ші сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың соңына дейін болып, міндетті түрде заттың сынын білдіретін сөздердің ережесін жатқа айтыңдар, және қызықты ойындар да болады. Міндетті түрде соңына дейін көреміз. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Әбілхан Қастеев. Әбілхан бала жасынан сурет салуға құмар болды. Табиғат көріністері оған қатты әсер ететін. Көргендерін әр нәрсеге ұқсататын. Бала қой бағып жүріп қарап отырмады. Тас қашап түрлі мүсіндер жасады. Біреуі қойға, біреуі жылқыға ұқсайды. Қолы епті екен. Жасаған бұйымдары жұрттың көзін қызықтырады. Түймебай ұста баланың шеберлігін таныды. Сенен түбінде бірдеңе шығады деп арқасынан қақты. Бала бұған қатты қуанды. Ахат Жақсыбаев. Мүсін тастан, ағаштан және ойып жасалған бейне. Әбілхан Қастеев кім деп ойлайсыңдар, балалар? Қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график суретшісі. Қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі. Балалар, сендер сурет салғанды ұнатасыңдар ма? Жарайсыңдар. Ендеше мен келесі сабақта сурет салудың түрлерімен бөлісетін боламын, не? Бұл Әбілхан Қастеев атамыз. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Заттың сынын білдіретін сөзді тап. Әбілхан Қастеев танымал суретші. Алматыда Әбілхан Қастеев атында мұражай бар. Енді бұл жерде заттың сынын білдіретін сөз қайсы? Әбілхан Қастеев қандай суретші? Танымал суретші. Бұл жерде заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, үлкен, таза, биік деген сөздердің барлығы бұл нені білдіреді? Заттың сынын білдіреді. Ендеше ережені естен шығармаймыз. Әлия мен Әділ сурет салды. Олар қандай тақырыпта сурет салды деп ойлайсыңдар, балалар? 9 мамыр жеңіс күніне байланысты сурет салды. Балалар, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.